Шертер ежелден келе жатқан аспап. Зерттеушілер оны домбырадан да бұрын пайда болған деген пікір айтады. Сыртқы түрі қобызға ұқсайды. Көне замандарда бұл аспап қазақ жеріне кең таралғанымен, берде ұмыт қалған. Жалпы шертер ғана емес, 20 ғасыр басындағы аласапыран тұста қазақтың көп мұрасы, көп аспабы жойылып кете жаздағаны белгілі. Шертердің көлемі домбырадан көп кіші, бірақ сыртқы түрі қобызды еске салады. Оған жұмыр түр беріп, сыртын термен қаптайды. Аттың қылынан екі шек тартылады. Аспап бір ғана бұрандалы болып келеді. Шектің бір басы бұрандаға, екіншісі басына бекітіледі. Шертер аспабы аңыз, ән, ертегілерді айтқанда қолданылған. Ол бақташылар арасында кең тараған. Қазақтың көне музыкалық аспаптарының біріне жататын, ол шертіп ойнау тәсіліне байланысты шертер деп аталған. Шертер 2 немесе 3 ішекті болып келеді. Ертедегі шертерлер ағаштан ойылып, шанағы көнмен, термен қапталған. Дыбыс күші қапталған терінің жұқа қалыңдығына, ішегінің жуан жіңішкелігіне байланысты. Пернесі болмайды. Ішегіне ызған жылқы қылы тағылады. Жалпы тұрқы 650-700 мм. Ойнау тәсілі домбыраға жақын болғанымен, жасалуы жағынан қыл-қобызға көбірек ұқсайды. Бұл аспаптың өткен ғасырларда негізінен малшылар арасында кең тарағандығы жайлы халық аңыздарында айтылады. Шертердің суреті Залесскийдің 1865 жылы Париж қаласында басылып шыққан «Қырғыз далаларындағы тіршілік» атты альбомынан табылды. Музыка аспабын жасаушы шебер Бейсенбаев осы альбомдағы сурет бойынша шертерді қайта жасап шығарды. Ал шебер Аухадиев оның жетілдірілген түрін 1972 жылы әзірледі. Шертердің бір үлгісі Санкт-Петербург этнографиялық мұражайында сақтаулы. Шертердің құлақ күйі кварта не квинта бұрауында болады. Дыбыс көлемі 2,5 октава. Шертерді оркестр мен ансамбльде, сондай-ақ жеке орындау үшін де пайдалануға болады. Кезінде шертердің жетілдірілген түрі Айгүл, ғасырлар пернесі, Сазген, тағы да басқа ансамбльдерде пайдаланылды. Торғайдың Арқалық қаласында шертер атты қазақтың халық аспаптарының фольклорлық ансамблі ұйымдастырылды.